Шағын және орта бизнесті қолдау мақсатында мемлекет тарапынан дағдарысқа қарсы бірқатар шаралар бастау алған еді. Осылайша Алматы қаласында өңірлік және мемлекеттік бағдарламаларға бөлінетін қаражат 3 есеге артып, оның көлемі 30,1 миллиард теңгеге ұлғайтылды. Бизнестің жол картасы 2025 мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыруға 7,9 миллиард теңге қарастырылды. Бұдан бөлек қосымша республикалық бюджеттен тағы 2 миллиард теңге бөлінді. Сонымен қатар сыйақы мөлшерлемесін субсидиялауға арналған жалпы бюджет 5,9 миллиард теңге. Ішінара кепілдіктер үшін 1,2 миллиард, ал гранттар үшін 705 миллион теңге үлестірілді. Этот салон сделан. Мемлекет тарапынан берілген несиеге алғысым шексіз. Кәсібімді ашу үшін маған қомақты қаражат керек болды. Кейін даму қорына жүгініп қолдауға ие болдым. Нәтижесінде сұлулық салоным бой көтерді. Осының бәріне кәсіпкерлікті қолдауға негізделген Алматы бизнес бағдарламасы көмектесті. 2020 жылы мемлекеттік бағдарламалар аясында бизнес идеяларды жүзеге асыруға 184 көп балалы ана 2 миллионнан 5 миллион теңгеге дейін қайтарымсыз грантқа ие болды. Бұл қаражат аналардың кәсібін ұлғайту мен жаңадан бизнес бастауға жұмсалды.